Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар. Бүгін сіздермен бірге біз Айқанат олимпиадасының бірінші турына дайындық есептерін қарастыратын боламыз. Бірінші турдағы есептеріміз 8-ші сыныптың бүкіл тақырыптарынан және 9-ші сыныптың бірінші 90 тақырыптарынан болатын болады. Және есептеріміз 3 деңгейде болады: А, Б және С. Әрине, А деңгейі оңай деңгейдегі есептер, олардың саны көбірек болады. Б деңгейі орташа есептер, сәл сандары азырақ болады А деңгейіне қарағанда, және С деңгейінен бірнеше есеп келеді, олар 3 ұпаймен бағаланады. А деңгейі 1 ұпай, Б деңгейі 2 ұпай және С деңгейі 3 ұпай. Әрине, ұпайына қарай қиындықтары да сәйкес болады. Бүгін сіздермен бірге солардың бірнешеуін қарастырып өтсек. Бірінші есебіміз. Төменде көрсетілген суретте магниттерге қарай 1, 2, 3 сандарына сәйкес келетін полюстарын анықтаңыздар. Яғни бізде мына жерде бірінші полюс, екінші полюс, үшінші полюс деп белгілеп қойған. Ең бірінші магниттердің, тұрақты магниттердің қасиеттерін қарастыру керек. Тұрақты магниттерде міндетті түрде 2 полюс болады, солтүстік және оңтүстік. Міндетті түрде магнит ағынының сызықтары, не болмаса магнит индукциясының сызықтары, күш сызықтары, ол магниттің сыртында N полюсынан, яғни солтүстік полюстен шығып, оңтүстік полюсқа келетін болады. Сәйкесінше бізде бірінші полюсқа кіріп жатқан үшін ол оңтүстік полюс, екінші полюсқа кіріп жатыр, значит, ол да оңтүстік полюс, демек оңтүстік, бізде А және Б варианттары ғана қалды. Және үшінші полюс болатын болса, одан шығып жатыр, сондықтан ол солтүстік полюс, сонда Б жауабы болады. Екінші сұрақ. Кестеде X, Y және Z денелердің балқу және қайнау температуралары көрсетілген. Бұндай сұрақтарда кестені оқудың қажеті жоқ, өйткені кестені оқу көп уақыт алады. Оданша сұрақты оқу керек, сол кезде уақыт үнемдейміз. Осыған қарай X, Y және Z денелері үшін айтылғандардың дұрысы. Қайсылары, яғни не айтылғанын көру үшін әрине міндетті түрде варианттарды оқу керек болады бізде. Y денесі 25 Цельсийде сұйық күйінде дейді. Y денесіне қараймыз, Y денесі 30 Цельсийде ол балқиды. Демек, ол 30 Цельсийде ериді, значит 25 Цельсийде ол әлі сұйыққа өткен жоқ, қатты күйінде. Бұл дұрыс емес. Б варианты: X денесі минус 15 Цельсийде газ күйінде. X денесін қараймыз, минус 58-де балқиды, және минус 9 градуста ол қайнайды, яғни буға айналады. Сәйкесінше минус 15 деген екеуінің арасы, демек минус 15-де ол газ күйінде емес, сұйық күйінде. Демек, ол вариантта емес. С варианты: X, Y және Z денелері 93 Цельсийде қатты күйінде. Жоқ, олар 93 Цельсийде қатты күйінде болмайды, өйткені үшеуде балқып кетеді. Д вариантын оқитын болсақ, Z денесі 0 Цельсийде сұйық күйінде дейді. Z денесі минус 19 Цельсийде ериді. Демек, ол минус 19-дан кейін уже сұйыққа айналады, ал 61-де қайнайды. Демек, 0 Цельсийде болатын болса, ол сұйық күйінде. Бұл вариант дұрыс болады. Ені де қарастыра салайық. X денесі минус 65-те сұйық күйінде дейді. Жоқ, минус 65-те ол әлі еріп, не болмаса балқып үлгермейді. Келесі есебіміз болатын болса, бұл да 8-ші сыныптың тақырыбына сәйкес, яғни бұл оптика тақырыбынан, айналар тақырыбынан келген есеп. Бұл жерде суретке қарап сағаттың айнадағы бейнесін анықтаңыздар дейді. Суретке қарайтын болсақ, біз 11-ден 10 кеткен сағатты көреміз, жобалап айтқан кезде. Демек, айнадан бұл бейнені көрген кезде бізде симметриялық түрде оның бейнесі айналу керек, яғни 180 градусқа айналу керек. Біз адамның көзі горизонтальды көргендіктен, оны вертикальдық осьтің айналасында айналдыруымыз керек болады. Яғни, сағаттық тіл бізде мына 12, яғни осьміз бойынша керісінше бетке өтеді, мына жерге өту керек. Ал минуттық тілде дәл солай керісінше бетке өту керек, мына жерге өту керек. Демек, мына қызыл стрелкаларға сәйкес бізде сурет, ол А жауабы болады. Келесі есебімізде 8-ші сыныптың тақырыбына сәйкес, суреттегі К денесіне 5Q зарядты берген кезде жіптердің керілу күштері қалай өзгереді дейді. Суретте К денесі мына жерде, оның заряды минус 5Q екен. Егер біз оған тағы да 5Q дейтін зарядты беретін болсақ, минус 5Q плюс 5Q, оның заряды 0 болады. Бастапқыда минус 5Q және плюс 7Q, яғни олардың арасында К Q1 Q2 бөлінген R квадрат деген бір керілу күші бар. Демек, екі шарик бір-бірін тартатын болса, жіптерінде керілу күштері бар деген сөз.
Егер плюс 5q зарядты бергеннен кейін k денесінің заряды жоқ болып қалатын болса, онда екі дене бір-бірімен әсерлеспейді, сондықтан біздегі керілу күші мүлдем жойылады. Демек, ол әлсірейді деген сөз, не болмаса жойылады деген жауап болатын болса, оны белгілеген тағы көбірек дұрысырақ. Келесі есебіміз болатын болса, идеал жылу машиналарының пәкін есептеуге арналған есеп. Ол 8-ші сыныптың тақырыбы қайтадан. Бізде пәкі 80% болатын идеал жылу машинасының тоңазытқышының температурасы минус 73 Цельсий болса, оның қыздырғышының температурасы нешеге тең болады дейді. Яғни, ең бірінші біз Кельвин температурасын қолданамыз. Т2 тең мезде минус 73 Цельсий дейді. Ол тең болады 200 Кельвинге. Екінші, біз идеал жылу машиналарының пәкінің формуласын еске түсіретін болсақ, это тең Т1 минус Т2 бөлінген Т1 көбейтілген 100% болады. Яғни, осы жерден есептей келе, біз Т1-дің 1000 Кельвинге тең екенін таба аламыз. Келесі есебіміз болатын болса, электр сорғыту қондырғысының кернеуі 45 киловольт. Сумен мұнай араласқан қоспаның кедергісі болатын болса, 15 килоом. Осы қоспа арқылы өтетін токтың шамасын есептеңіздер дейді. Яғни, біз Ом заңын еске түсіреміз. U тең I көбейтілген R. Мынау кернеуіміз 45.000 вольт болады екен, және кедергіміз 15.000 Ом болады екен. Есептеудің қажеті жоқ. 45.000 тең I көбейтілген 15.000, яғни I бізде тең болады 3 амперге. Ал келесі есебіміз салыстырмалы қозғалысқа арналған. Перпендикуляр бағытта келе жатқан екі көліктің салыстырмалы жылдамдықтары неге тең дейді. Әрине, ең бірінші жылдамдықтың векторлық шама екенін еске түсіру керек, және салыстырмалы жылдамдықтың формуласын еске түсіретін болсақ, V салыстырмалы тең болады V дене минус V бақылаушы. Барлығы векторлық шамалар, сәйкесінше векторлық шамалар перпендикуляр болған жағдайда, оларды Пифагор формуласы бойынша есептейміз. Екеуінің де мәні 8, сондықтан жауабымыз 8 төбірасты 2 болады. Келесі есебіміз салыстырмалы қозғалысқа арналған болды. Кеме өзен ағысымен 40 км қашықтықта 2 сағат уақытта, ал ағысқа қарсы 45 км қашықтықта 3 сағатта жүріп өтеді. Өзен ағысының жылдамдығы. Бұл жағдайда екі түрлі теңдеу құрастыруға міндеттіміз, өйткені бізге кеменің өзінің жылдамдығы белгісіз, және ағыстың жылдамдығы белгісіз. Екі белгісіз болғандықтан, біз екі теңдеуді құрастыруға міндеттіміз. Бірінші теңдеуіміз бойынша S1, яғни ағыстың бағыты бойынша тең V кеме плюс V ағыс көбейтілген Т1 дейік. Екінші теңдеуіміз болатын болса, S2 тең V кеме минус V ағыс көбейтілген Т2 дейік. Енді сан мәндерін орнына қоятын болсақ, S1 бізде 40 километр тең болады V белгісіз, V плюс V ағыс көбейтілген уақытымыз 2 сағат екен. Екінші теңдеуіміз 45 тең V минус V ағыс көбейтілген 3 сағат екен. Қысқартамыз, 20 қалады, қысқартамыз, 15 қалады. Мына жерге қысқартылған күйін жазатын болсақ, 20 тең V плюс V ағыс. Мына жерде 15 тең V минус V ағыс. Енді теңдеулер жүйесін есептейміз, шығарамыз, яғни. Теңдеулер жүйесін шығару барысында бізге V жылдамдығы керек емес, V ағыс керек. Сондықтан мына жерге минус қойып, екі теңдеуді қосатын болсақ, 20 минус 15, 5 қалады, V минус V 0 қалады, плюс VA минус VA, яғни плюс 2VA қалады, яғни 2V ағыс. V ағыс сонда 2,5 километр сағат болады. Келесі есебіміз қозғалып келе жатқан денелердің теңдеулері берілген. Сол теңдеулерді қолдана отыра бір белгісіз мәнді анықтауға арналған сұрақтар. Біздің нақты есебімізде түзу жолда қозғалып келе жатқан екі автокөліктің қозғалыс теңдеулері келесідей көрсетілген, яғни X1 және X2 теңдеулері көрсетілген екен. Екінші автокөліктің координатасы X2 тең 0 болған кезде
бірінші автокөліктің координатасы қанша болады дейді. Яғни ең бірінші біз уақытты анықтайық. x2 тең 0 қашан болады? x2, яғни x2-ның орнына 0 қоятын болсақ, 0 тең 24 минус 4t. Болатын болса, есептей келе мына жерден t тең 6 секунд екенін анықтауға болады. Демек, x1 бізде неге тең? 4t плюс 2t квадрат, яғни 4 көбейтілген 6 плюс 2 көбейтілген 6-ның квадраты. Мына жерден 72 шығады бізде, мына жерден де 24 шығады, екеуін қосатын болсақ, 96 метр деген жауапты аламыз. Жауабы. Келесі есебіміз 0,5 секундта 3π радиан бұрыш жүрген дененің жиілігі. Яғни 3π деген ол 1,5 айналым. Оны 0,5 уақытта жүрген екен. Біз бұл есепті былай шығара аламыз. Біз бұл есепті шығару үшін бұрыштық жылдамдықтың көмегіне жүгінейік. Бұрыштық жылдамдықтың формуласы омега тең фи бөлінген т, яғни уақыт. Бізде ол 3π бөлінген 0,5-ке тең, яғни 6π радиан секунд деген жауапты аламыз. Енді омеганы, яғни бұрыштық жылдамдықты тапқаннан кейін омеганың өзінің формуласын еске түсіреміз. Омега тең 2π көбейтілген нью. Өйткені бізге жиілікті табу керек. Сәйкесінше нью тең омега бөлінген 2π болады. Нью тең 6π бөлінген 2π, яғни 3 герц деген жауапты аламыз. Ол С жауабы болады екен. Келесі есебіміз. Дене радиусы 60 метр шеңбер бойымен 150 градус бұрышқа бұрылған кезде, не болмаса қозғалған кезде, оның жүретін жолы дейді. Ең бірінші дененің жүретін жолы ол радиан түрінде бұрышталған кезде S тең альфа көбейтілген R екенін түсіну керек. Мысалға, дене бір толық айналым жасайтын болса, бір толық айналым жасаған кездегі радиан түріндегі бұрыш ол 2π-ге тең. Сол үшін S тең 2π көбейтілген R болады. Біздің жағдайымызда 150 градус, сондықтан 150 градусты радианға айналдыруымыз міндетті. Яғни, егер 360 градусымыз ол 2π болатын болса, 150 x-ке тең деп пропорция шығарамыз. X тең 2π көбейтілген 150 бөлінген 360 болатын болса, тең 300π бөлінген 360. 60-қа қысқартатын болсақ, бұл 5π бөлінген 6 деген жауапты аламыз. Енді, біздің жолымыз неге тең? S тең болады бізде альфа көбейтілген R-ге, яғни 5π бөлінген 6 көбейтілген R тең болады 5π бөлінген 6 көбейтілген 60-қа. 60 пен 6-ны қысқартсақ 10 қалады, 50π метр шығады жауабымыз. Жауабы шығады екен. Келесі есебіміз болатын болса, бұл міндетті түрде қиын есеп саналатын есептердің қатарынан, яғни С деңгейінің есебі. Биіктігі 125 метр мұнарадан бір тас бастапқы жылдамдықсыз тасталынды, яғни еркін түсу. 2,5 секунд уақыт өткеннен кейін екінші тасты 30 метр секунд жылдамдықпен тастады, яғни лақтырды. Бірінші тас жер бетіне тиген уақыт мезетінде екінші тастың жерден биіктігін табыңыз. Ең бірінші анықтауымыз керек нәрсе, бірінші тас еркін түсті, жарайды 2,5 секунд ұшты. Тағы қанша уақыттан кейін жерге құлайтынын анықтауымыз керек болады. Ол үшін біз бірінші тастың жалпы құлау уақытын анықтайық. Еркін түскендіктен оны анықтау оңай. H тең G T квадрат бөлінген 2. Есептей келе осы жерден бірінші тастың, яғни T1 деп белгілейік, 5 секунд уақытта құлайтынын анықтауға болады. 5 секунд уақытта ол жалпы құлайтын болса, оның 2,5 секунд уақыты өтіп кеткеннен кейін екінші тасты лақтырып жатыр. Демек, екінші тасты лақтырған мезеттен кейін бірінші тас әлі 2,5 секунд ұшады. Яғни T2 2,5 секунд. Ол демек, екінші таста 2,5 секунд ұшады деген сөз. Енді, оның орын ауыстыруы
S деп белгілейік. S тең болады V0T плюс GT квадрат бөлінген 2. Неге? Өйткені тасты біз төмен қарай лақтырып жатырық. Мынау жалпы H биіктігі. Төмен қарай лақтырғаннан кейін ол 2,5 секундта массалы ретінде мына бір нүктеге келеді. Сонда біз қазір S деп екінші тастың орын ауыстыруын тауып жатырық. Яғни S тең V0T плюс GT квадрат бөлінген 2-ні есептесетін болсақ, 30 көбейтілген 2,5 плюс 10 көбейтілген 2,5-ның квадраты бөлінген 2 тең. Мына жерде мынау 2,5-ға көбейтсек 75 шығады. 2,5-ның квадраты 6,25. 62,5 31,25. Қосатын болсақ 106,125. 106,125 деген жауапты алатын сияқтымыз. Енді жер бетінен бізде сұраққа қайтадан үңілетін болсақ, екінші тастың жерден биіктігін анықтаңыз. Яғни анықтау керек S емес, анықтау керек арақашықтық, ол мысал ретінде дельта H деп белгілейік. Дельта H. Дельта H суреттен көрініп тұрғандай H минус S-ке тең болады. Яғни 125 минус 106,125 тең болады 18,175 деген жауапқа. Жауап болады. Ал келесі сұрағымыз массалар және температуралар суретте келтірілген, немесе берілген бірдей сұйықтарды бір-біріне араластыратын болсақ, қоспаның температурасы. Қоспаның температурасын есептеу үшін әрине бізде энергияның сақталу заңына негізделген формуламыз бар. Яғни температурасы үлкен дене, температурасы кіші денеге жылу береді. Ол Q берілген, яғни тең екінші дененің алған энергиясына тең Q алынған. Ол формуланы ашып жазатын болсақ, бірінші дененің массасы M1, не болмаса бізде А денесі болғандықтан MA көбейтілген CA көбейтілген TA минус соңғы орныққан температура тета. Және ол тең екінші дененің массасы MB көбейтілген CB көбейтілген орныққан температура минус екінші дененің температурасы. Ары қарай. Бірінші дененің массасы бізде 6M. Екеуі бірдей сұйық, сондықтан С деп белгілей береміз. Көбейтілген бастапқы температурасы 30 минус тета тең болады. Екінші дененің массасы 2M, ол да С болады, жылу сыйымдылығы. Тета минус 10. Бұл жағдайда кельвинге айналдырудың қажет жоқ, өйткені біз температураның айырмашылығын алып жатырмыз. Сәйкесінше массалармен М-дермен, яғни 6-2 қысқарады, мына жерде 3 қалады, С мен С қысқарады. Сонда егер жақшаны бірден ашып жазатын болсақ, 90 минус 3 тета тең болады тета минус 10-ға. 100 тең болады 4 тетаға. Осы жерден тета тең 25. Бастапқы біз температуралар Цельсийде алған үшін 25 Цельсий деген жауап шығады. Келесі есепте жылулық құбылыстарға байланысты есеп. Айжеренің ойында 2 бірдей дене бар. Бірінші дене температурасы 52 Цельсий, ал екінші дене біріншіден 3 есе ыстық болса, екінші дененің температурасы қандай дейді. Әрине, көпшілік оны 52 Цельсий көбейтілген 3 тең 156 Цельсий деп шығара салу мүмкін. Бірақ әрине бұл дұрыс емес, өйткені бізде абсолют температура шкаласымен саналған денелердің температурасы. Сәйкесінше біз бірінші дененің температурасын Цельсийге, кешіріңіздер, бірінші дененің температурасын кельвинге айналдыруымыз керек. Бірінші дененің температурасы Т1 тең 52 плюс 273 болады, яғни ол да 325 кельвин болады. Егер екінші дененің температурасы біріншіден 3 есе ыстық болатын болса, жоғары болатын болса, онда ол 3-ті 1, яғни 3-ке көбейтеміз, 975 кельвин деген жауапты аламыз. Ал келесі есебіміз болатын болса, суретте реостаттың тоқ көзіне жалғануы көрсетілген, және оған вольтметр мен амперметр жалғанып, алдын ала көрсеткіштері алынған. Сосын реостаттың сырғытпасын солға қарай жылжыту арқылы вольтметр мен амперметрдің көрсеткіштері өзгеретін болса, солардың өзгерістерін есептеуіміз қажет. Яғни, бізде бір тоқ көзі бар, яғни тоқ көзі бар болатын болса, вольтметріміз тоқ көзінің
былайша айтқан кезде толықтай кернеуін есептеп жатыр. Сол үшін вольтметріміздің көрсеткіші өзгермейді деп бірден айтуға болады. Яғни вольтметрдің көрсеткіші өзгермейтін 3 түрлі бізде жауап бар. Солардың біреусі болады. Ал амперметрге келетін болсақ, амперметрді көрсеткішін есептеу үшін біз Ом заңын есімізге түсіруіміз керек. U тең I көбейтілген R. Біздің жағдайымызда ол тек қана бір ғана жүктемеміз бар, ол реостат. Реостаттың кедергісі неге байланысты? R тең ρ L бөлінген S. Яғни мына жерде келе жатқан ток плюс полюстан шығып келе жатқан ток реостаттың бөлігі арқылы өтеді, актив бөлігі арқылы, сосын сырғытпамен былай қарай кетіп қалады. Сәйкесінше, егер ол бөлікті біз азайтатын болсақ, бізде L азаяды деген сөз, демек реостаттың кедергісі кеміп жатыр. Ал тоқ көзіміз өзгермегендіктен U бізде, яғни беріліп жатқан кернеу константа, тұрақты яғни. Сәйкесінше, бізде R кеміп жатса, ал U тұрақты қалып жатса, демек I, яғни тоқ күші арту керек. Демек жауап тоқ күші артады, амперметрдің көрсеткіші, ал вольтметрдің көрсеткіші өзгермейді болады.